Жамбыл облысында жүкті келіншек жұмбақ жағдайда көз жұмды. Сорақсы сол 25 жастағы жас ананың мәйітін қойма ішіне жасырып қойған дейді жақындары. Сұмдық жағдай Шу аудандық көпбейінді орталық ауруханасында болған. Науқастың қандай жағдайда қаза тапқаны белгісіз, өйткені ауыр жағдайда ауруханаға жеткізілген әдемі Ешеналиеваны ақ халаттылар дәретхана ішінде ес-түссіз күйде жатқанда көріпті. Келінінің кебінмен шыққаны жақындарының күдігін күшейткен. Бекер емес, телефонмен тілдескен сайын сала мамандарының салғырттығына жиі шағымданушы еді дейді туыстары. Соңғы хабарламасында жолдасына ауруханадан гөрі халық еміне жүгінейік деп жалыныпты. Бірақ жансақтау бөлімде жатыр деп ешкімді жуытпапты. Жасырып отырма деп мәйітхана барып тексереді. Онда да жоқ болып шығады. Сөйтсе, қобалжып тұрған бір ес шығып кішкене не істеді. Сонымен тесігіне қарады. Қарап едік, ішінде уже төсекпен адам оралып жатыр да, уже ішім сезді соқты екен. Соны есікті ашып едік, есік жабық тұр екен. Есікті алып жұлып алдым, сонымен ішіне кірдім, қарасам, әйелім жатыр, уже естеніп кеткен. Танымайсың, оның түрін қарасаң, уже көгеріп, дәу болып кеткен. Дәліздегі қуыс қоймадан мәйітін тапқан туыстары ақ халаттылардың жасыратыны барына сенімді. Жарты айдан бері дәрігерлердің бақылауында болған әдемі Ешеналиеваға еш ем қонбады дейді. 5-ші күні жағдайы ушығып, жансақтау бөліміне түскен. Сол күнгі кезекші акушер әдеміні әжетханадан тауып алғанын айтады. Арсета қалды. Санитаркамда естідім. Өйткені сол кезде тишина болды. Прям бала да жылаған жоқ. Түнгі сағат 2-ден 38 кеткен уақытында жүгіріп бардық. Неге? Әйелдің кеткенін көрдім ғой мен, өйткені туалетке жүгірдік прям. Барсам, бүйтіп, мына есік ашылмайды. Ашылмайды. Әдемі дедім. Сөйтімде жай спокойно кіріп әдемі деп бүйтіп аштым да, ары қарай itерледі есікші. Сөйтіп кірсем, былай отыр. Былайынан неғып жатыр екен. Отырды прям, былай. Сон кірдімді әдемі десем, слух жоқ. Бірақ бұл айтылғанды туыстары жоққа шығарады. Сөздерінше әдемі әжетханада ұзақ жатып қалған. Өйткені бейне бақылаудағы уақыт пен дәрігерлердің айтқаны сай келмейді дейді туыстары. Ал жансақтау бөлімінің дәрігерлері жарытып жауап бере алмады. Бізде әлі допрос алып жатыр. Әлі сот сараптамасы жүріп жатыр. Мен толық ақпарат бере алмаймын. Реанимацияға кірген кезде денесінде жан болды ма? Ол жағын әлі мен айта алмаймын. Қалай енді сіз өзіңіз? Толық ештеңе айта алмаймын мен әлі. Потому что сот процесі әлі жүріп жатыр. Ренжімеңіздер. Оны туалетте қалай жатып қалғанын білмей қалдыңыздар. Мен ол туралы ештеңе айта алмаймын. Тұрмыс құрғалы 7 жылы болған әдемі Ешеналиева жүктіліктің 8-ші айында ауруханаға жеткізілген. Бірақ бас ауруы бір сәтке де толастамады дейді туыстары. Өз беттерінше тексеру жүргізген олар бір-біріне сай келмейтін түрлі жауаптан шаршадық дейді. Мен сұрақ қойдым, неге арқасы қарайып жатыр деп. Сонда ол кісі бүйтті. Әжетханада, жаңағы әжетхананың артында мынандай трубасы болады ғой деді. Соған бүйтіп құлаған ғой арқамен деді. Содан ол қарайып жатыр деді. Осындай мәліметті главный врачтың өзі берді. Әрқайсысы әртүрлі сұхбат беріп жатыр. Қазір осы іс бойынша полиция департаменті қылмыстық іс қозғады. Ал денсаулық сақтау басқармасы тергеу тобының құрылғанын мәлімдеді.